Мен Назгүл Кенжетай Тұрсынбайқызы, Қызылорда қаласында туып өстім. Қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстаннан шыққан тұңғыш халықаралық әскери төшімін. Әлемде саяси, дипломатиялық, стратегиялық және тағы басқа себептерге байланысты көптеген қақтығыстар орын алып жатыр. Сол қақтығыстардың бірі таяу шығыстағы Сирия. 2014 жылдан бері, студенттік жылдарымнан бері осы мәселелерді жақыннан зерттеуді қолға алдым. Адамзаттың басына келген бұл проблеманы зерттеу арқылы теңізде бір тамшы сияқты болсам да, әлемге, адамзатқа өз көмегім тисе екен дедім. Мен емес, мамандығы мені таңдады. Осылайша жас маман үшін жауапкершілігі өте ауыр жолға шықтым. Осы жолда жәннатта азық көп пе деп сұраған сәбиді көрдім. Өзендей ағып жоқ болып кеткен бір мемлекет көрдім. Босып кеткен халық көрдім. Байрағы жерде тапталған ел көрдім, және сол байрағын қорғай алмаған ер көрдім. Осының бәрін көрдім және қолымнан келгенше әлемге көрсетуге тырыстым. Мақсатым отансыздықтың не екенін көрсету еді. Журналистикалық зерттеу жұмыстарым шет елдерде жылдың жобасы таңдалса да, мен үшін өз елімді, өз отанымды соғысқа қарсы бейбітшіліктің көк туын желбіреткен ел ретінде әлемге таныту кез келген жетістіктен аса қымбат. Басқа дамыған елдер келешекке тура жүрсе, біздің жүгіруіміз қажет.